Ертеде бір ауылда Алдар Көсе деген жігіт өмір сүріпті. Оның көзі өте өткір, аяғы жылдамды, қолы шапшаң, ал миы олардан да мықтылау болатын. Алдар Көсе әзілдесіп, күлгенді жақсы көретін. Оның әзілдері қамшы ұрған секілді ақымақ пен аш көз адамдарға тиетін. Алдар Көсе кедей кісі болатын, бірақ қулықпен ол бірнеше рет кешкі асқа дейін бір семіз қой дайындап әкелетін. Жатырбай сараң, аш көз және ақымақ кісі болатын. Оның малы көп, отарлары үлкен, таң ата санай бастағанда, күн батқанда бітіреді. Бір күні Алдар Көсе Жатырбайға келіп, былай деді: «Бай мырза, менің 2 мыс тиыным бар, бірақ қайда жіберетінімді білмеймін. Қолымда ақша ұстап қыдырып жүрмін. Қолым шаршады. Мен бұл ақшадан құтылғым келеді. Маған көмектесе аласыз ба, байеке?» «Жүр, мен саған көмектесейін, бірақ қалай, айтшы?» «2 мыс тиынға маған жаман лақ сатыңыз», деді Алдар Көсе байға. Жатырбай кішкене ойлады да айтты: «Жарайды, келістік бауырым», деп ол өзі ішінен ойлады: «Қазір мен сенің 2 мыс тиыныңды жаман лаққа ауыстырып аламын». Отардан ақсақ әрең жүретін лақты ұстап алып, Алдар Көсеге берді және айтты: «Мә, ал бауырым, арзанға бергенім өкінішті болса да, бірақ саған да көмектескім келеді. Менің жақсылығымды есіңде сақта, бауырым. Мә, ал, маған 2 мыс тиыныңды бер». Алдар Көсе ешкінің баласын алды да, ал өзі ақшаны жұдырығында ұстап тұрып айтты: «Білесің бе, құрметті бай, мен ойымнан қайттым. Қосымша 2 мыс тиын мен осы лақты алды, алмаған бір жаман қозыны бер», деді Алдар Көсе. Жатырбай сәл ойлады да, 2 тиын мен 1 лақты 1 қозыға ауыстыру жақсы келісім, деп шешті және айтты: «Жарайды, келістік», деп ол қозыны ұстауға кетті. Ең кішкентайын ұстады да Алдар Көсеге әкелді. «Міне, жақсы қозы, ал, кәне 2 мыс тиын мен лақты бер маған». Алдар Көсе қозыны алып, ақшаны жұдырығына қысып, ешкіні де жібермей тұрып айтты: «О, құрметті бай, білесің бе, мен ойымнан қайттым. Сен 2 мыс тиынды 1 лақты, оған қоса осы қозыны ал. Алмаған жаман 1 ешкіні бер». Тағы да Жатырбай кішкене ойлады. 2 тиын мен 1 лақ, оған қоса 1 қозыны 1 жаман ешкіге ауыстыру ол жақсы келісім, деп шешіп, өзі тез жаман ешкіні ұстауға кетті. Ешкіні ұстап әкеліп, Алдар Көсеге әкелді және айтты: «Мә, ал, жақсы ешкі, алмаған менің 2 мыс тиынымды, лақты және қозыны бер».
Тоқта, құрметті бай, деді алдар көсе. Ойыннан қайттым, 2 мыс тиынымды ал, оған қоса лақ пен қозыны және оларға қосымша ешкіні қос. Ал маған 1 қошқар ғана бер, бірақ оны таңдауға өзіме рұқсат ет. Бұл ұсыныс бәрінен де тиімді, ең тиімдісі, деп ойлады бай. 2 мыс тиын, оған қоса лақ, қозы, ешкі, соның бәрі 1 қошқарға ғана ма? Ол жақсы келісім. Жатырбай назарын алдар көсеге бұрып айтты. Ал, алдар, таңда, бірақ содан кейін өкінбе. Алдар көсе ең үлкен, ең семіз қошқарды таңдап алып, байға 2 мыс тиын, оған қоса 1 лақ, 1 қозы және 1 ешкіні берді. Содан кейін қошқарды иығына көтеріп алып, үйіне кетті. Ал Жатырбай қолын уқалап күледі. Мына алдар көсе сондай ақымақ екен, қаншама байлықты мен 1 қошқарға ғана ауыстырдым. Бай әлі күнге дейін білмей жүр екен, алдар көсе оны алдап кеткенін.